Сәлем достар. Түйенің жейтін шөбі басқа, сондықтан оның сүті де ерекше болып келеді. Түйе жиде жыңғылдың гүлдерін, қараталдың басын, тікен, жантақ шөптерін азық етеді. Шұбатты ішкен адамның қарны да ашпайды. Ол әрі сусын, әрі тамақ. Түйе сүтінің маңыздылығы, майлылығы жоғары. Іш құрылыстары ауыратын адамдарға бұл мыңда бір ем. Әсіресе асқазан жарасына шипалы. Шұбаттың арқасында осындай дертпен ауырған талай адам жазылып кетті. Сондай-ақ шұбат адамның иммунитетін көтереді. Шұбат бауыр, бүйрек жұмысын жақсартады. Ғалымдардың айтуынша сапасы жоғары қымыранның адам ағзасындағы өт жолдарын тазалауға, бауыр, бүйрек жұмысын жақсартуға берер шипасы мол екенін анықтады. Оған дәлел 1 литр қымыран ересек адамның В1, В12 және С дәрумендеріне деген қажеттілігін бере алады екен. Қымыран қышқыл бөлуді тездетіп, асты жылдам қорытуға септігін тигізеді. Осы арқылы бауырды тазалап, өт жолдарының жұмысын жақсартады.